Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Мен Python үйренеміз жобасын бастағалы отырмын. Мен бір жыл болды, бір жыл көлеміне жақындап қалды. Ерғали ағайдан сабақ алудамын. Ерғали ағайдан үйренгендерімді сіздермен бөліскім келіп отыр. Бірінші сабағымды өзім түсіріп берейін. Бөлісіп, келесі сабақтарымды оқушыларым өтсе. Сіздер қалай қарайсыздар? Ерғали ағайдан алғанның барлығын бөлісейін дедім. Ерғали ағайдан рұқсат сұраған едім. Ерғали ағай дамыта беріңіз қазақша контентіңізді деп жатыр. Осы кеше ауданымызда өткен аудандық олимпиададан мұғалімдер арасынан жүлделі орынға ие болдым. Ерғали ағайдың арқасы соның барлығы. Енді сіздермен осы есепті шығару жолын бөлісейін деп отырмын. Python үйренеміз жобамызды бастауға рұқсат етсеңіздер. Енді бірінші рет видео түсіріп отырмын, бейне сабақ түсіріп отырмын. Сол себепті қателіктерім кетсе, айып етпейсіздер. Осылай жаймен қазақша контентті дамытайық. Менің мақсатым осы, Python үйренеміз жобасы арқылы қазақша контентті дамыту. Бұл жерде есеп берілген бақытты билет. Сіз қоғамдық көлікті пайдаланасыз ба? Жол ақысын төлеп нөмір жазылған билет алған шығарсыз. Сәтті билет. Бұл 6 таңбалы нөмірі бар билет. Мұнда алғашқы 3 санның қосындысы соңғы 3 санның қосындысына тең. Анау билет нөмірі 385.916 бақытты. Өйткені 3, 8, 5 сандар мен 9, 1, 6 сандарының қосындысы тең. Сізге билеттің сәтті болғанын тексеретін бағдарлама жазу керек. Енді деректер енгізу, яғни input текстті 385.916 берген кезде бізде output файлында, яғни S шығу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6 берген кезде 0 шығу керек. Осыған есепті өзім құрастырып көрдім. Сіздермен осыны бөлісем. Python'да ашып алайын. Файл, new файл. Бізде n саны берілген. Ағылшынға қойып алайын. N саны берілген. Int input. Айып етпейсіздер. Сәл қобалжып отырмын. Бұл жерде айнымалы береміз. К тең n бөлінген n-ді 1000-ға бөлгендегі мыңға бөлгендегі бүтінді аламыз. S-тен n-ді бөлеміз. N-ді бөлгендегі мыңға бұл жерде қалдығын аламыз. Кейінгісі, яғни бұл жерде біз n санын берген кезде, яғни 385.916 берген кезде бүтінін алсақ 385 болады, қалдығын алсақ 916 шығады. Осыны шығарып алдық. Ары қарай айнымалысын бердік. Енді мен сіздерге ұзақ шығару жолын түсіндіріп отырмын. Мүмкін сіздер басқаша жолмен шығаратын шығарсыздар. Мен енді әбден ұзақ жолмен шығарып үйрендім. Осы ұзақ жолы шығарып көрейін. Яғни шыққан К-дан шыққан К-ны бөлеміз 100-ге. Сонда біз 3-ті аламыз, я? Біздің К-мыз 385 саны еді. Енді біз жаңағыдай К-ны бөлгенде 100-ге 3-ті алып отырмыз. Енді бізге 8 керек. 8-ді аламыз. Ол үшін
тағы бір айнымалы береміз. Яғни жақша ашып к-ны бөлеміз. Бөлгендегі 10-ға бүтінін алып аламыз, және оны бөлгендегі қалдығын алып аламыз. Сонда бізде 8 шығады. Яғни 8-і қалай алдық? 385-ті 10-ға бөлгендегі, яғни див 38 шықты. 38-ді мод, яғни қалдығын алсақ, 10-ға бөліп 8-дің өзін аламыз. Одан кейін с айнымалысын беріп отырмын. С айнымалысында к-ны бөлеміз 10-ға. К-ны бөлеміз 10-ға. Сонда бұл жерде біз қалдығын аламыз. Яғни 385-ке 10-ды бөлсек, қалдығы бізде 5 шығады. Ары қарай д, е, енді жаңағы бірінші с деп алдық қой. Сол жерде қалдық 916 шыққан. Енді 916-ның 9-ды 1-ді 6-ны бөліп аламыз. Деп алайын. Енді д-ны шығарамыз, жаңағыдай с-ті бөлеміз 100-ге. Сонда 9 шығу керек. Енді с-ті бөлеміз 10-ға, яғни бүтінін. Жақшаға аламыз. Және қалдығын 10. Сонда бізде 1 шығады. Енді f-ке. Бұл жерде қалдығын аламыз енді. Қалдығы 6 шықты бұл жерде. Енді шарт қолданамыз. Егер a плюс b плюс с тең болса, d плюс e плюс f-ге print yes шашын жазамыз, апостроф қоямыз, yes, else айтпесе print no. Ал жіберіп көрейік. Сақтаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп сақтай салайын. Сохранить. Қазір нәтижені беріп көреміз енді. Біз айтқандай 385.916 ес. Және бір көрейік. Ран. 1, 2, 3, 4, 5, 6 еді. No. Мінекей осылайша есепті шығарып нәтижесін алып көрдім. Сіздермен бөлісіп жатырмын. Егер ұнаса, қолдау көрсетіп кетіңіздер.